Ассалаумағалейкум. Әр таңын берекеге, әр күнін мерекеге балайтын қазақ елі. Бүгінгі бейсенбі күндеріңіз сәтті өтсін. 8 наурыздан ерлер қауымы аман есен өтіп 9 наурызға жеттік. Осы күндеріміз бақытты сәттеріміз ары қарай жалғаса берсін деп қалжың тілек айтамыз. Олай болса бүгінгі эфирімізді бастайық. Тікелей эфир тізгінінде мен көңілге нұр, жүрекке жылу сыйлайтын Ернұр Медетұлдарыңыз. Әлем чемпионатында ел намысын қорғайтын әйел боксшылар іріктелді. Сайыс бір аптадан кейін Үндістан астанасы Нью-Дели қаласында өтпек. Алуа Балқыбекова, Назым Қызайбай, Жанна Шекербекова тағы бірнеше аруларымыз бақ сынайды. Туымызды көкте желбіретіп, ел намысын қорғауға аттанған аруларымызға сәттілік тілей отыра, бізде орнымыздан тұрып таңғы жаттығу жасап, сергіп алайық. Қайырлы таң, құрметті тыңдарман мен көрермен. Сіздермен бірге таңғы жаттығу айдарында болатын мен Гүлжан Мұратқызы. Таңғы жаттығуымызды бастайық. Қолымызды қайшылаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығуымыз орнымызда секіреміз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығуымыз тіземізге арналады. Ішке сыртқа 2-2-ден айналдырып шығамыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Құрметті көрермен, тыңдарман, осымен бүгінгі жаттығуымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Ал біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Бүгінгі күнге келіп түскен жаңалықтар легімен таныс болыңыздар. Кезек таңғы ақпарат айдарында. Мемлекет басшысы мәдениет және спорт министрі Асхат Ораловты қабылдады. Президентке тапсырмаларының орындалу барысы туралы мәлімет берілді. Сондай-ақ министрліктің мәдениет, спорт және туризм индустриясын дамытуға бағытталған бастамалары таныстырылды. Мемлекет басшысына Алматы облысында спортшыларды олимпиадаға даярлайтын республикалық базаның құрылысы туралы айтылды. Нысан биыл пайдалануға беріледі деп жоспарланып отыр. 2025 жылға дейін жалпы 113 спорт нысаны салынады. Сонымен қатар министр дене шынықтыру және спортты дамытудың 2023-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасының жобасы туралы айтты. Ресейде Қазақстанның жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының филиалдарын және Қазақстанда Ресейдің жоғары білім беретін ұйымдарының филиалдарын құру туралы келісім жобасы әзірленді. Ашық порталында жарияланған келісім жобасында елімізде ресейлік жоғары оқу орындарының филиалдарын ашу кезінде Қазақстан тарапынан лицензия алу шаралары қамтылған. Қазақстан филиалында жоғары білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды аттестаттаудан ойдағыдай өткен білім алушыларға заңнамаға сәйкес белгіленген үлгідегі білім туралы құжаттар беріледі. Ал Ресей филиалында жоғары білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды аттестаттаудан ойдағыдай өткен білім алушыларға заңнамаға сәйкес белгіленген үлгідегі білім және біліктілік туралы құжаттарлар беріледі деп айтылған. Еліміздің ұлттық экономикасын дамытуға елеулі үлес қосқан азаматтарды марапаттауға арналған экономика саласын дамытуға қосқан үлесі үшін жаңа медаль бекітілмек. Қызметін мінсіз жүзеге асыратын және Қазақстан Республикасының ұлттық экономикасын дамытуға және нығайтуға елеулі үлес қосқан экономика саласындағы жаңа бағдарламалар мен жобаларды әзірлегені және іске асырғаны, экономиканы дамытуға бағытталған мемлекеттік бағдарламалар мен ұлттық жобаларды іске асыру әдістерін жетілдіргені үшін және осындай міндеттерді орындаған үшін, қызметтік міндеттерін үлгілі орындаған үшін кәсібилігі мен жоғары жұмыскерлер, шетел азаматтары және өзге де адамдар марапатталатын болады. Жуырда оюлардың каталогі шығады.
Жинаққа оюдың 700-ден астам түрі енгізілген. Қазақ мәдениеті мен өнерінің жұмбағы толығы ашылмаған бағыттарының бірі ою өрнек. Тіпті оюларды жеке бір әлем деп айтсақ болады. Әрі оюдың өзіндік атауы мен мән мағынасы бар. Бір-бірімен жалғасқанда олар бірін жасыру үшін мазмұн беруі мүмкін. Балбаластарды суретке түсіріп жүргенімде ою тақырыбы да кенет қызықтырып, 10 жыл осы бағытта іздендім. Сол ізденістің бір нәтижесінде жуырда оюлардың каталогын шығарамыз. Бұл жинаққа оюдың 700-ден астам түрі енгізілді деп жазады Ерлан Қарин. Анкарада түрк әлемінің жазушылар одағы құрылды. 6 мемлекеттің әдебиет өкілдері бас қосып, одақтың төрағасын сайлады. Алдағы жоспарларын пысықтады. Оған Түрксой ұйымына мүше мемлекеттердің өкілдері мүше бола алады. Тарихи басқосуға ұйымға мүше мемлекеттердің жазушылар одағының жетекшілері келді. Халықаралық шара бірнеше сағатқа созылды. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Әр күніміз жақсы жаңалықтарға толы болсын. Арнамызға жаңадан қосылған көрерменге қайырлы таң дейміз. Сіздерге әдеттегідей біздің қонақжай студиямызға келіп жайғасқан мейманымыз бар. Сол мейманмен таныстыра кетейін. Қаламыздағы белгілі майбиограф Шалтабаев Әлібек мырза. Өзіңіз таныстыра кетсеңіз, осы саламен қанша жылдан бері айналысып жүрсіз? Есімім Әлібек болады. Осы мобилография саласына 2019 жылы карантин басталған кезде сол себепкер болды. Негізгі мамандығым ветврач болатын. Сол салада 3 жыл жұмыс істеп, ол салада қызығушылығымыз жұмыс істей қызығушылығым басылғаннан кейін осы мобилография инстаграмнан Қыранталбек шағалыпты как раз карантин кезінде. Соның курсына жазылып. Жалпы 2019-да өз курстар кең етек жая бастады ғой. Әртүрлі адамдар әртүрлі курстарға қатыса бастады. Мобилографиямен айналысқаныңызға шамамен 4 жыл болды онда, Нақты айналысып жүргеніме осы 2022 жылдың басын нақты айналысып бастадым. Ол уақытқа дейін диплом бойынша мамандықпен істеп келдім. Бірақ арасында түсіріп, білім алып, үйреніп жүрдім. Қазір қай жерде жұмыс атқарасыз? Қызметіңіз қандай? Өңірлік тұратың бір олыш. Өңірлік қоғамдық даму. Қоғамдық даму басқармасы, коммуникация мен мониторинг орталығы. Сол жерде жұмыс жасайсыз, Сол жерде жасалған жұмыстардың барлығын видеоға түсіріп, әлеуметтік желіге салып отырасыз. Қазір енді елдің барлығы мобилография мен SMM-ді байланыстырып жатады. Сіздерде ондай бар ма? Тек мобилографсыз бәлде? Жоқ, только мобилографтың, SMM-шік өзі бөлек. Жақсы. Видео түсірген кезде негізі барлық адам үйреніп алады, бірақ талғамға байланысты көбінесе. Талғам, вкусты дамыту керек. Оны қалай дамытуға болады? Қазір талғамды дамыту үшін не істеу керек? Әлеуметтік желілерде көптеген страничкалар бар, соларға қарап, басқа мобилографтардың жұмысына қарап, енді өзінің бағытына қарай нету керек те, видеоның несін табу керек. Біреу фэшн, біреу фуд съемкаға кетеді, неше түрлі, біреу автокөлік жағына кетеді деген сияқты. Сіздің өзіңізге қандай жанр? Қандай бағыт осы мобилографияның ішінде дейікші? Мен көбінесе, қалай айтсам, неге? Қазір енді осы істеп жатқан жұмысыма байланысты саяси нелерге көп кетіп жатыр бағытым. Жасалған жұмыстарды халыққа көрсету мақсатында дейсіз ғой. Мобилография сізге не берді негізінде? Осы 2019-да бастап айналысып бастадыңыз. Көптеген мүмкіншіліктер берді. Қалай айтсам, өзіме ұнайды, өзім жақсы көретін жұмыс екенін түсіне бастадым. Болашағы бар екенін түсіндім. Осы жұмыспен енді арғай дамытып. Және осы арқылы табыс тауып жатсыз, Енді құпия болмаса, айына шамамен қанша табады мобилографтар? 300, 400, әркімге әрқалай істеген өзінің несіне байланысты. Бұл бір жермен келіскенге байланысты немесе бір видеоға бөлек деген секілді. Негізі айлық табысым 300 мың. Негізі қазіргі табысыңыз солай, Шамамен қанша видео түсіресіз, күніне түсіресіз бәлде қалай? Әр кезде әрқалай болады. Бізде кейде күніне 3-4 видео болып кетеді, кейде бірақ видео болуы мүмкін, сол сияқты. Сіз өзіңіз қалай ойлайсыз, енді мобилография бізге келгеніне 4 жыл болды ғой. Енді бұның кезең өтіп бара жатқан жоқ па? Бұл енді маңызды емес болып қалмай ма, әлде жалғаса ма? Жоқ, қазіргі таңда Қазақстанда көптеген кәсіптер бар да. Ол кәсіптің дамуына видео контент керек. Сол себепті сол енді видео контент түсіретін мобилографтар
мобилограф енді өлмейді деп ойлаймын. Осы мамандықпен енді сұрап жатқан кейінде жалғаса беремін. 40-қа келесіз, 50-ге келесіз, 35-ке келесіз. Енді ол кезде нақты айта алмаймын. Бірақ енді осы алдағы уақыттарда 4-5 жыл осы мамандықта жүретін шығармын деген ойдамын. Одан кейін? Енді ол уақытқа жеткен кезде көре жатамыз. Қазір нақты оған жоспар жоқ, Нақты енді жоспарлар бар, бірақ енді Алла бұйыртса. Жақсы, өте тамаша. Енді өзіңіз түсірген кезде негізінде неден қиналасыз? Адамдар көбінесе әуен таңдаудан қиналып жатады. Жіберген видеоңды жіберсең, әуен ауыстыра салшы дейді, ал әуенді ауыстыру ол видеоны толық ауыстырумен тең ғой негізінде. Толық ауыстырумен. Соның ритмдарына дәл түсу керек деген секілді. Көбінесе әуен жағынан қиналамын, бірақ енді съемкаға неге дайын баратын кезде алдын ала әуенін тауып, бана клиентпен сөйлесіп, келісіп, қандай не басында болатын әуенмен, қазір енді жүре келе, үйрене келе, тәжірибе алғаннан кейін. Қазір мобилографтардың видео түсіретін адамдардың қатары көбейген сайын, барған сайын кәсіби болу керек сияқты, олардың арасынан осылып шығу керек алдыға деген секілді. Креативті ойларды қайдан аласыз негізі? Инстаграм желісінен, TikTok желісінен қараймын. Идеялар текші? Қандай форматта түсіру керек? Әйтпесе барлығы жалғады бір сарында видеолардан. Өзім ұқсас мобилографтардың жұмыстарын қараймын. Олардың қандай жұмыспен жасап отқанымыз. Сол сияқты нәрселерді. Сіз Талдықорғанда жұмыс істейсіз қазір, Талдықорғанда. Мобилографтарға жұмыс бар ма осы қалада? Сұраныс қалай дегенім ғой? Сұраныс мен бастаған жылдар, 2019 жылдар, оны қатты нетпейтінде, магазиндерге барып, съемка жасайын деп, осы соткамен деп айтатын болсаң, көбісі ойлайтын, видеокамерамен немен келеткен деп. Енді бірақ қазіргі таңда сұраныстарын жақсы. Уже қазір бәрі мобилографтарды біледі. Жұмыс шығады қазір жастарға, если жақсы көріп, айналсам десе жұмыс көп дейсіз ғой. Әртүрлі салада қызмет атқара беруге болады. Жеке адамның мобилографы болып көрдіңіз бе? Жеке адам дегенде, жеке тұлғаның қазір көптеген беделді тұлғалар, халық алдындағы адамдар мобилографтармен жүреді ғой. Акиматпен істеп көрдім, и партиялармен, 2-3 партиямен жұмыс істеп көрдім. Қазір аттарын айтып отырсың ба? Айта беріңіз, қандай партиялар? Аманатпен істеп көрдім, ауыл партиясымен істеп көрдім, қазіргі таңда республика партиясымен жұмыс істеп отырмын. Осы Талдықорған қаласында? Талдықорған қаласында. Жақсы, өте тамаша. Енді осы саламен айналысқаныңызға 4 жыл болды, бастапқыда қызығушылықпен басталды, енді қазір табыс әкеліп жатыр. Өзіңіз сияқты осы салаға енді қызығып бастаған адамдарға қандай кеңес бересіз? Қазір осы мобилографпен айналысам дегендерге ең бірінші ниет, осы салаға деген махаббат, и және ұялы телефоны болса болды. Жақсы, сіз студиямызға келіп, сұхбат беріп, жауап берген үшін, мобилография туралы айта кеткен үшін көп рахмет. Олай болса, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Қай жерде мейлі, қай елде, әлемнің мәні әйелде. Шын мықты болсаң, оныңды әйелге барып дәлелде. Әйелгісіз айтпан әндімен, әйелмен дәнді әңгімем. Сүйкімнің болсаң шынымен әйелің сүйсін алдымен дейді. Талай ақындардың шабытын оятқан әйелдер екені сөзсіз. Олар махаббат жайлы жырлап, өз сезімдерін өлең шумақтары арқылы жеткізген. Осындай ерке қыздарға шығарылған туындылар саны 7 артылады. Солардың біріне құлақ түрейік. Сендер жайлы тек ән салсын уақыт күн, жүздеріңде нұр ойнасын бақыттың. Бақыт деген қыздың қамсыз күлкісі, алмастыра алмас оны жақұт мұң. Отау етіп көтеретін іргені, болсам дейді аруда еліргелі. Бақыт дейтін алаңсыз қыз шаттығы, сүйіктімен бірге өткізген күндері. Қыз көңілде мысқалдай мұң тұрмасын, жүректерің шықтай тілек тыңдасын. Қыз қиялын көктен жұлдыз ілдіріп, қыз сезімнің әнін өмір жырласын. Қыз арманның биік ұшсын самғасын, сүрінбеңдер кездессе де жолдасын. Ай сәулесі тәтті түс боп тербетіп, ару түннің алаң күні болмасын. Сонда өзің гүлдей болып жайнарсың, айналаңа әсемдік шын жайғансын. Қамсыз күнің ертеңіне ұласып, армандарың бақ күніне айналсын.
Қайырлы күн, қалайсыздар? Барлығы дұрыс па? Менің бір досым бар, өзі үнемі ұйықтап жүреді деп басталатын өнер түрі барлығыңызға таныс шығар. Стендап 21 ғасырдағы әзіл-сықақ шоуларының ең танымал стилі. Қысқа да нұсқа, комедиялық әңгіме. Мұндағы басты кейіпкер автордың өзі. Ол өзінің басынан өткен қызықты әңгімелерін көрермен назарына ұсынады. Ол жердің басты көрнекіліктері су, тоғы бар микрофон және бар столы. Осы стендап тақырыбына тереңірек тоқталатын боламыз. Экранға назар салыңыз. Стендапер алдын ала дайындалған мәтінмен жұмыс істейді, бірақ оны оқымайды, ауызекі айтып береді. Стендап комедиясы әзіл-сықақ клубтарында, барларда, пабтарда, театрларда және демалыс орталықтарында, тіпті саябақтарда қойыла береді. Сонысымен де көпшілікке өтімді. Бұл заманауи юмор бір адамның күнделікті өмірдегі қожанасырлығы десек дұрыс болар. Сол әпенділігін әшкерелей отырып, көрерменді күлкіге қарық қылады. Қазір қазақша стендап елімізде қарқынды дамып келе жатыр. Жастардың дені жайдарман немесе белгілі әзіл-сықақ театрларына барғаннан гөрі осы жеңіл әзілдерді жиі тыңдайды. Ойға қонымды, жүрекке жұмсақ әрі санаңызға салмақ түсірмейді. Стендаптың ең бір оғаштығы маңайда бала-шаға, үлкен кісілер жүргеніне қарамастан әзілге бейпіл сөздер араластырып боғауыз қосады. Сол арқылы автор әңгімесін әрлейді. Яки бұл күлкінің кульминациясы. Стендап спектакльдерінде айтылған әңгімелер автордың 100% өмірінен алынды деуге келмес. Әдетте монолог 50% шындық және 50% көркем қоспалардан құралады. Сондай-ақ аздап шыншыл әзілдер де болады. Оларда шынайылық басым, ал қалғанын комедияға қиял қосып жеткізеді. Бұл өмірге, адамдарға, сезімдерге, оқиғаларға, табиғатқа деген көзқарастан туған сыр шертпе. Ең алдымен халықты күлдіру басты жоспарға қойылмайды. Мұнда әзіл арқылы қоғамның кемшілігін бетке басу бар. Сол арқылы ұрымтал тұсын тауып күлкіге жығу. Әзілкештің бет жүзінде әлемдегі қиғаш оқиғаларға деген мысқыл тұрады. Бұрынғы сатира бүгінгі стендапқа ұласқан секілді. Жарық бағдарламасы. Өмірдің бір қызығы бала деген. Балалы үй базар, баласыз үй мазар дейді. Бала отбасының мызғымас тірегі, ертеңге деген сенімнің кепілі. Кезекті бүлдіршіндеріміздің тәтті тілегіне берейік. Ана деген асқаған орындайтын әрқашан, натығамас жоқты табалмас ешқашан. Өткен келер, шамаліктен өбе, көтеп ұта көбесе, мөліл дамшы түгеді. Көкем келесі, тәтті уақын далынақын, тәтті уақын далютымен, тәтті көкем далықын. Неге біздің қонақжай студиямызға келіп жайғасқан тағы бір меймандарымыз бар. Сол қонақпен сіз таныстыра кетейін. Бекбатырова Мадина Күмісбек қызы, белгілі логопед, дефектолог. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Қайырлы таң. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, керемет. Кешегі мейрамдағы атмосфера әлі де сезіліп жатыр ма? Әлі де, бар, рахмет. Жақсы, өткен мейрамымызбен құттықтаймыз. Неліктен осы саланы таңдадыңыз? Бірден осы сұрақтан бастайыншы. Неліктен логопед болғыңыз келді? Мен өзім таңдап келген жоқпын. Өзімнің баламның сөйлеуі тежеліп бастағаннан кейін өзім зерттеп, баламен бірге дамып, баламды дамытып, бірге әлі де баламен жұмыс жасаудамын. Соған қоса балаларды өзім кабинет ашып, өзім мамандығым педагог, содан кейін сертификат алып, арғартай оқып, балаларды қабылдап, көмектескен жайым бар. Жақсы, өте тамаша. Бәсе кез келген нәрсенің осындай себебі болады ғой. Сіздің балаңыздың тілінің кеш шығуына байланысты осылыңыз. Қанша уақыт болды? Қазір балам 5 жаста, бірақ уже сөйлейді, барлығы жақсы. Сіз қанша жасында келдіңіз балаңыздың? 1 жасында. Бізге невропатологқа бардық, 1 жасында бізге аутист деп қойды да, мен сенбедім аутист екеніне. Бұл аутизм тарқата кетейікші? Бұл? Аутизм дегеніміз ол, қазір білесіз ба, цифровой аутизм бар, және өзі туылысынан аутист балалар пайда болады, ал мен балам ол туылысынан жақсы дені сау бала болып туылды да, бірақ кішкентай кезінен мен білместіктен телефон беріп қойдыңыз? Телефон бердім, еңбектемей тұрып телефон бердім да, ол баланың моторикасы, сенсорикасы дамымағаннан кейін ол бала
ешкіммен қарым-қатынас жасамайды, ешкіммен сөйлеспейді, сөйлесудің қажеті жоқ болғаннан кейін өзінің іс-қимылдарын жасайды. Аутистқа тән іс-қимылдар. Қазіргі телефонда мультфильмдар бар, неше түрлі зиян мультфильмдар. Соны қайталайды да, тура аутисттің қимылдарын жасайды. Цифрлық аутизм деген бұл баланың ерте жастан бастап телефон қолдану, былайша айтқанда, әуес әлеуметтік желіге кез келген техникалық құралға әуес болуы. Сіз қанша жасында бердіңіз баланың телефонын? Балам дамысын, тез сөйлеп кетсін деген ниетпен керісінше тежеп қойдыңыз. Оны көп ата-аналар білмейді. Қазірден де уже бір айынан телефон көрсетеді, ал баланың слуховой аппараты, отырып, ең алғаш бала деген қимылдап, еңбектеп бастаған кезде сөйтіп беріп қояды. Еңбектемей, біз айтамыз ғой, үйді қалаған кезде фундаментінен қалаймыз ғой, күшті болсын, нық болсын деп. Сол тура баладағы фундаменті сол кезде 1 жасқа дейін фундаменті қаланады, сол кездегі фундаментін құртып алып жатады ата-аналар. Яғни кемі 5 жасқа дейін балаға бұл дүниені қолданбаған дұрыс секілді негізінде. Оның табиғи дамуын тоқтатады, өзінің тұлғалық қалыптасуын алғашқы кезеңін. Енді осы қазір балаңызда толық барлығы түзелді. Толық түзелді, бірақ та әлі де жұмыс керек. Себебі мектепке әлі біз айтамыз ғой, сенің атың кім десе, нақты жауап бере алады. Ғани деп жауап береді. Ал сенің атың Ғани ма жоқ, Аслан ба десе, сол логика жағынан кішкене әлі жұмыс бар. Тек тікелей қойылған сұраққа ғана жауап береді сондай. Тік нақты бұрмалаған сұрақтарға жауап бере алмайды. Сол 4 жыл жұмыс істегеннің өзінде әлі де жұмыс бар. Ал қазір бізге келеді ата-аналар 4 жасқа келіп, 4 жас болды әлі сөйлемей жатыр, 3 жаста әлі сөйлемей жатыр деп. Ал оның фундаменті 1 жастан уже туылысынан баланың дамуына мән беру керек. Балаңыз 1 жастан бастап айналыстым дедіңіз ғой. Ал адамдарды қашаннан бастап қабылдай бастадыңыз, өзге балаларды? Өзге балаларды қалай ата-ана келеді? Маған қазір жақсы уже ата-аналар біліп жатыр. 1,5 жасынан атына қарамайды, менің айтқан нұсқауларымды орындамайды деп жатады. Содан уже бастап келген ата-аналардың барлығын қабылдаймын. 1,5 жасынан бала сөйлемесе де жүріп жүрген баланы уже қабылдаймын. Жақсы. Негізі ата-ана қай уақытта дабылға қою керек? Негізі бізде айтылады ғой, бала менің баламның тілі ерте шықты деп жатады, біреу ой оның әкесінің де тілі кеш шыққан, бұл да кеш шығады деген сияқты айтып жатады. Негізі қанша жаста? Негізі ата-ана білу керек. Ол әкесі ерте сөйлеген, кеш сөйлеген деген бұл жерде ұғым жоқ. Біз айтамыз ғой, 6 айында еңбектеу керек, 8 айында ақырындап тісі шығады, сөйтіп нетеді ғой. Бұл жерде де тілдің шығуы тура солай. Ата-ана білу керек. Қай уақытта? 6 айында ау, гу-гу деп сөйлейді. Ол сөйлеген кезде ол нақты мама, папа деп сөйлеп жүреді ғой. Бірақ ол сөз ретінде қабылданбайды. Ол лепет деп айталады, өзінің сөйтіп дауыс шығаруы. Сол дауыс шығаруы болу керек. Содан кейін ол көзге қарай білу керек. 1 жасында уже мамаң қайсы десе сөйлемесе де, даже 1,5-2 жас болса да сөйлемесе де баланың түсінігі болу керек. Мамаң қайсы деген кезде мамасына қарап, әкең қайсы деген кезде әкесіне қарап, допты алып келші деген кезде допты алып келе білу керек. Сөйлемесе де баланың бірінші түсінігі болу керек. Түсінігі жоқ балалар қазір телефон көріп, ештеңе ата-анасы жұмсамай, ештеңе сұрамай, қайсы аузың қайсы деп біз сұраймыз ғой, баладан. Соны сұрамаған бала уже түк ештеңе білмейді де, андай ауқымды диагнозға айналады. Ол диагноздардың барлығы 7 жасқа дейін үлгеруіміз керек біз. Коррекция жасап. Ал 7-ден кешсіз? Мені қараңыз, 7 жасқа дейін баланың миы губка сияқты болады. 7 жасқа дейін жақсы қабылдайды, жақсы барлығын үйреткен нәрсені жақсы қағып алады. Содан ары қарайда өзінің өміріне де, сабағына да ол жақсы миының жақсы жұмыс жасауы ары қарайда өзінің баланың дамуына жақсы себеп жасайды. Осы бала губка секілді деген нәрсені көп адам бір жақсылықпен қабылдайды. Негізі губка секілді деген бұның қауіпті жағы да бар. Ол губка кез келген нәрсені сіңіріп алады. Сіз жаман нәрсені үйретсеңіз де сіңіріп алады. Ал сіз өзіңіз тек жақсы нәрсені үйрете алатыныңызға сенімді болған кезде ғана қуану керек, оның губка екендігіне. Ал енді неліктен кеш шығады? Қазіргі себептер цифрлық аутизм бірінші себеп. Тағы да қандай себептер бар? Қазір білесіз ба, цифрлық аутизм ең көп тарағаны,
70% балалардың барлығы бізде дендері сау, жақсы болып келеді да, ал сол телефон көргеннен ауру болып қалады, диагноздарға айналып. Екіншіден, ата-ананың күйзелісте жүруі, анасының құрсақта жүрген кезде күйзелісте жүруі, неше түрлі аурумен ауруы, қазір постковидный балалар деп айталады. Көп ата-аналар ковид болған кезде бізде ауырды, соның әсері де бар. Кейбіреу ойлайды, біз ауырғанбыз, бәрібір нетпейді, әсер етпейді деп. Бірақ та постковидный балалар деп қазір 2019-2020 жылғы балалар қазір уже тіптен көп болып келіп жатыр да. Содан кейін біздің экология, содан кейін тамақ ішуі, ата-анасының қалай тамақ жейді. Қазір көп ата-аналар даже маған перекус алып келеді ғой. Балаларыңыз 2 сағатқа қалған өзінде перекус алған кезде картошка фри, либо пицца, сондай кола бере салады. Даже кішкентай 2 жастағы балаға сөйтіп перекус жасатқызады. Ал өздері де сөйтіп үйде тамақтанады екен. Көбі қуырылған тамақ, майлы тамақ сондай бере береді. Яғни адамның ішкен жегенінде оған әсер етеді, ол дінде де айтылады ғой, не ішсең мінезің сол деп. Сол. Біздің асқазанымыз қалай жұмыс жасайды, миымызбен бірге тікелей. Ең бірінші мен ата-ана келген кезде анализ тапсыртқызамын, содан кейін миының эгосын сүрткіземін. Себебі комплексный жұмыс жасамаса бұл балалармен, мен өзім жалғыз, мені айт, папа де, ана де деп айтып үйрете алмайсың баланы. Баланы қимыл қозғалыс арқылы үйретемін. Тек қана өйстіп кітап ашып, ойыншықтармен ойнатып емес, қимыл қозғалыс, аяқтың жыбырлауы, қолдың саусақтарының қозғалуы арқылы миының да қабыршақтары қозғалады. Жалпы түгел дайындау керек дейсіз ғой? Ол ағылшын тілін үйрену сияқты, ағылшын тілін үйренген кезде тыңдалымды, жазуды, естуді қатар алып жүру керек, айтылуды. Тура сол сияқты бұл жерде. Менің байқауымша көптеген балалардың жалпы бұл факт ретінде дауыссыз дыбыстарға ғана тіл келмейді. Аға, әге тіл келмейтін балалар көрген емеспін мен. Көбінесе сол р-ға, ш-ға, ж-ға келмейді. Көп балалар р-ға тілі келмейді. Осының себебін айта кетейікші, р-ның шығуда қиыншылығы бар ма? р-ның шығуының қиыншылығы ол әр балаға әр түрлі. Біз айтамыз ғой, маған кейбір ата-аналар келеді, сіз ана балаға 1 айда уже қойып беріпсіз дыбысты, ал мен балам неге 3 айдан асып келіп жатыр? Неге, например, 1 жыл болды біз әлі келіп жатырмыз, неге бұл бала әлі дұрыс айта алмайды? Неге әлі, қалай айтсам болады, картавить етеді деп айтады ғой. Соны әр баланың физиологиясы әртүрлі. Қабылдау жүйесі әртүрлі. Жоқ, қабылдағаннан бұрын ол неврологияға жатады. Баланың тілінің, даже қазіргі көп балалар, 2-3 жастағы балалар қытайша сөйлеген сияқты болады, тілінің сөйлеген сөздері түсініксіз болады. Себебі бар, соска ему, содан кейін қазір көп ата-аналар блендермен береді, тамақты 1 жастан асын қасықпен өздері беріп, блендермен етіп, шайнау жүйесі жоқ. Мына артикуляциясы жұмыс жасамағаннан кейін, тілі жұмыс жасамағаннан кейін баланың тілі де түсініксіз болады. Біз мені өзіміздің денемізді жүріп, аяғымызды қатайтамыз ғой. Тура солай бала тілін, өзінің жағын, сүйектерін қатайту керек. Қатаймаған балам бос болады да, сол біз ең бірінші маған бала дыбыс қойған кезде біз тыныс алуын, содан кейін тілінің жұмысын, тілге әртүрлі упражнениялар жасаймыз, жаттығуларды. Сол жаттығулар арқылы тілін қатайтып, дыбысқа ыңғайлатып, дыбысты анық және әдемі қылып айту үшін жаттығулар жасаймыз. Көпшілік баланы яғни айта беріңіз. Ал ол үшін балалардың өзіндік әр бала индивидуальны ғой, сол балалардың индивидуальный жұмыс подход жұмыс жасаймыз. Сол ата-аналарға әр баланың жеке тұлға екенін түсіндіру керек сияқты, индивид деген, біреуде 1 айда шығады, біреуде 3 айда әлі қалыптаспауы мүмкін деген секілді. Содан кейін тағы да кейбір балалар келеді, қоян жырық деген болады, зайчья губа. Оған операция жасағаннан кейін логомассаж жасап қанақ. Кейбір ата-аналар келеді еще, мен балама логомассаж жасап беріңіз, сөйлетіп беріңіз деп. Сөйлемеген балаға логомассаж жасап, сөйлетіңіз деп келеді. Бірақ ол қате ұғым, логомассаж жасап, ешқашанда бала сөйлемейді. Ол логомассаж деген бізде тек қана дыбысы жоқ, немесе
дыбыстарды дұрыс емес, анық емес, тілінің тонусы гипертонус болады, немесе гипотонус болады, немесе тұтығу болады, балаларда. Қазір тұтығу да көбейіп кетті. Соған жасалатын массажды логомассаж дейді. Ал көп ата-аналар логомассаж жасап баланы сөйлетіңіз деп айтады. Сол түсінбей жатады. Тұтығу бұл отбасыдағы қарым-қатынастың әсерінен секілді меніңше. Отбасыдағы ол баланың өзінің психологиясына да байланысты. Қалай қабылдап қалады. Кейбір оқушылар бар, екі қойыпты мұғалімі, содан кейін деп. Кейбіреу шошып қалады. Неше түрлі жағдай болады. Кейбіреуі әкесі тұтығады, содан уже көрдіңіз ба, психологически өзіне алып тұр да бала. Осы нәрсені сұрайын деуін, бізде гендерлік гендік жүйе бұда әсер ете ме? Әсер етеді. Бізде асығын аталмаған сақадан көреді, сөзін сөйлей алмаған атадан көреді дейді ғой. Оның әкесі сөйлемеген, атасы момын адам болған деген сияқты әйтеуір қатыстыра береді. Ал бұл жерде әкесі тұтықса, немесе ода тілінде мүкістік болса? Тілінде мүкістік болған, бала бәрібірде 24 сағат үйінде ғой. Әкесін көреді, әкесімен сөйлеседі, бәрібірде қабылдайды бала. Ол уже қанмен келмесе де, бұлай баласы қабылдауы мүмкін. Негізі маған келіп жүрген 3 бала бар тұтығумен. Сол 3 баланың немесе әкесі, қарындасы сөйтіп тұтығып, бұл қыз да тұтығып қалды. Немесе бір бала бар тағы да. Ол бала мектептен шошынып қалды, апай ұрсыпты, тәртібі жаман болғаннан кейін. Содан кейін қатты тұтығып, уже барған сайын 3 айдан асты дейді. Барған сайын тұтығуы ұлғайып бар жатыр деп, сол жұмыстанудамыз. Алдын алуға бола ма бұл нәрсені енді? Не істеуге болады? Тұтығудың ба? Жалпы осы тілге қатысты мүкістіктің, тілдің кеш шығуына байланысты. Тілдің кеш шығуына байланысты біз тек қана жаттығулар берем. Келген балалар болады ғой, бізде түсінігі бар, бала жақсы түсінігі бар, бірақ әлі тілі шықпай жатыр. Тілі шықпай жататын болса, мен ата-аналарды жай ғана консультация жасап, үйде осылай жасаңыздар, содан кейін бір жарты айда баланың тілі, дыбыстары шықпай жатса, алып келесіздер деп айтам. Ал тілі шықпай тұрған, барлық түсінігі қалыптасқан балаларды қабылдамаймын. Себебі олар ар-бері жүруі бар, өз баланы көріп тұрам ғой, тілі шығады, асықпаңыздар деп. Сол балаларға өзімнің кітапшам бар, сол кітапшамен жаттығуларды берем. Үйде жаттығуларды жасап, содан кейін телефон көрмеңіздер, телевизор даже қосылып тұрса да, бала сол телевизордың қасында отырмауы керек. Соны айтамыз. Көп ата-аналар қазір... Қарап тұрсаңыз, қарапайым ғана дүниелер, бірақ көбі соны біле тұра жасамайды. Маған бір өзінің анаммен жасты ғой, қызының баласын алып келіп отырды. Осы қызым бар, 4 балам бар, осылардың барлығын мен логопедсіз, дефектологсыз өсіргенмін дейді. Ал неге мен немеремді қазір алып келіп отырмын дейді. Қараңыз дедім, қазір тамақ ішкені қалай? Мен тамағының менюін сұрайым. Бір күндік, например, қандай тамақ ішеді? Соны сұрайым. Сол кезде қарасан неше түрлі қуырған, даже майлы, соктардың өзі натуральный емес. Біз магазиннен сатып аламыз, оны даже бізге ешкім кепіл беріп тұрған жоқ, бұл натуральный, ішінде қанты жоқ деп. Қазір кәмпит деген бізде өте көп, магазинге барады. Ал біз ол кезде даже біздің кезімізде ондай тегі күнде конфет жемейтінбіз, Жылына бір сандықтан ашылса ашылды. Ал біздің ата-аналарымыз қандай айтып отырушы еді ғой, біз қантты қуырып, сковородкаға сүйтіп жейтінбіз деп, оның өзі натуральный болып тұр да. Қазір қолжетімді болып кетті ғой кезге. Барлығы қолжетімді болғанның өзі біздің балаларымызға өте зиянын тигізіп жатыр. Даже кішкентай баланың, нәрестенің өзінің қасына неше түрлі развивающий мультиктар қойып қояды, ол дамысын деп. Содан кейін бізде бортиктар пайда болды. Бортиктар баланы салып қояды, ешқайқа аунай алмайды. Ол бала пространствоны сезбейді. Мынаяқта арғарай аунауға болады деген сияқты. Сол ең алғашынан басталады. 3 айлық кезінен уже баланы дамыту басталады. Жалпы менің байқауымша, іні қарындастарымнан, өзім туысқандарымнан байқауымша, жалғыз өскен балаларда бұндай кедергілер болады. Ал кішкене 3-4 баламен, немесе отбасында 4-5 бала болғандарда бұндай мәселе көп кездеспейді. Соған қарағанда бұл тыңдау керек сияқты, баламен әңгімелесуде рөл ойнайтын сияқты. Себебі 3-4 жаста қатар болса, олар бір-бірімен әңгімелеседі. Ал мына жақта бірыңғай үлкен адамдар, 2 жастағы баламен ешкім тілдеспейді. Ешкім тілдеспейді. Содан кейін гиперопека көп.
ата-аналардан гиперактивке. Ойбай, құлап қалмасын, ойбай, мына жақта отырсын, мына жаққа бүйтіп қоршап қояйық, осы жерде ғана отырсын, ана жаққа барма, ана жақта шұқылама, сен о жаққа бармауың керексің деп баланы бүйтіп әлпештеген сайын, ол бала уже маған мен бүйтіп қарай қалсам, былай қолымды соза қалсам, маған бәрін алып келеді. Бала мына әлемді сезінбейді, танымайды. шектеу көп қой, шектеу көп. Ата-аналардан да шектеу көп. Содан кейін біздің екіншіден ол тамақ, ең бірінші тамақ болып саналады. Сол тамақ ішкені дұрыс емес болғаннан көп балалардың неше түрлі ауру болып туылып жатқандары көп. Ал ныммен ыңды ажыратамайтын балалар болады ғой. Қателескен кезде немесе жазған кезде міндетті түрде қателеседі. Бұл еркеліктен бе? Жоқ, еркеліктен емес. Ол баланың слуховой восприятиясы, тыңдау қабілеті дұрыс емес. Ол балаға біз ны мен ыңды ажырататын жаттығулар бар, солармен үйретеміз. Түсіндіріп жатсаң, соның өзінде айырмашылығы не деп өзіңе қарама-қарсы сұрақ қою? Нын айттың, ыңды айттың. Ны артикуляциясымен байланысты ол. Артикуляциясын қалай қою керек екен. Тілі ны деген кезде біз тісіміздің арамызға тілді тістеп айтамыз ғой. Деген кезде тіліміз артымызда тұрады, соны түсіндіріп қанақ балаға, оны түсіндіру үшін де 2 ай уақыттай кетеді. Соны түсіндіру үшін. Қазір көп балалар слуховой восприятиялары дұрыс емес болып жатады. Ол слуховой восприятияларды телефонға тікелей байланысты дейсіз ғой. Сол себепті баламен жеке тілдесу керек, оның табиғаттық дамуына кедергі келтірмеу керек. Көп ата-аналарға мен айтам, балаңызға сіз кедергі келтірмесеңіз, өз табиғи дамуымен өз бала дамиды. Ал сіздер қаншама шектеу жасап, телефон беріп, отырғызып, қазір көп ата-аналар отырсын, шуламасын, айғайламасын, ойнамасын, үйді шашпасын деп, элементарный нәрселермен сөйтіп балаларды өзінің табиғи дамуын шешіп жатады. Мен кейбір психологтардың айтқан оқым, баланың ең басты жауы негізінен ата-анасы деген секілді. Ол оны жаман болсын демейтін, керісінше мәпелеп олай болмасы екен, бұлай болмасы екен деген сияқты шектеулермен қамап қояды. Енді осы орайда өз сұхбатқа келіскеніңіз үшін, танымды ақпараттарыңыз берген үшін көп рахмет айтамыз. Өзіңізді тыңдап отырған көрерменге бірер кеңесіңіз болса. Мені көбінесе енді ата-аналар тыңдайды ғой. Ата-аналардың ең бірінші анасына айтарым, балаңыз дүниеге келгеннен кейін ол сіздің аманатыңыз. Аманатыңызға жақсы қарап, аманатыңызға қиянат жасамай, балаңызға дұрыс, сапалы білім беріп, оған дұрыс қолдау көрсетіп, және дұрыс дамытсаңыз, балаңыздан жақсы бала шығады. Содан кейін ең бірінші сіздер сапалы, осындай бізде центр ашылып жатыр. Сол центрға келіп, жай ғана балаңызды алып келмесеңіз де, уже бала туылғаннан кейін қазір көп ата-аналар білмей жатады, қалай сөйлесу керек екенін, қалай тілдесу керек екенін, қалай ойнау керек екенін. Кейбір ата-аналар қымбат ойыншықтар алып жатады, развивашка деп, балама керек деп. Ондай алмай, қарапайым үйдегі бар заттармен ойнаса да болады. Соны консультацияға келіп алса да болады деп айтқым келеді. Көп рахмет. Біздің студиямызда қонақта болған Бекбатырова Мадина Күмісбек қызы, белгілі логопед, дефектолог. Ал біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Көрнекті жазушы Ғабит Мүсірепов театр хас сұлудың көз жасындай мөлдір өнер деп баға беруі тегін болмаса керек. Бүгінде бұл салаға сұраныс артып, көрермен күн сайын көптеп келеді. Біз осы сұрақтың төңірінде ары қарай жалғастыратын боламыз. Театр туралы тақырыпқа кезек берейік. Қойлық ауылының Мағжан Жұмабаев атындағы орта мектептің оқушылары дарынды. Ән айтып, би-билеп қана қоймай, түрлі қойылымдар қояды. Өнерлі өрендер аналар мерекесімен қатар Ғабит Мүсіреповтің 120 жылдығына орай «Ананың анасы» атты шығарма ұсынды. Қойылымға жоғары сынып оқушылары белсене қатысты. Олар небәрі бір апта ғана дайындалыпты. Бүгін өліп, құлдықтан босанды. Орталарында тұрған мына мен едім. Күндіктің ұзын құрығы қызымның басына түскеннен кейін арттарынан қуып келіп отырмын. Неғып қорықпай келді демеңдер. 15 жасымда мен де осында едім. Мен Жанай Палуан туралы, мен Жанай Палуанның рөлін ойнадым.
Ол Жанай палуан қазақ, ол батырды ойнайды, және де палуан бір жағынан, және Байсары палуанды ойнадым. Ол палуан қызды ұтып алып байға береді. Сол арқылы кезінде қазақ халқының қыздарды күндік құлдық болғанын білдіріп тұр. Және де ананың өзінің қызына деген махаббатын және қорықпай жаудың алдынан шыққанын көрсетіп тұр. Бұл шығарылымда мен Жалпақ батыр болып ойнаймын. Бас кейіпкерлердің біреуі Талы Жалпақ батыр. Бұл шығарма не туралы айтады? Ананың өзінің қызына деген мейірімділігі туралы. Аталған қойылымға жеке көмекшілерден бөлек 26 кейіпкер қатысты. Әдеби шығарманы сахналап, мәнді де мағыналы көрініс қойған оқушылар рөлдерін жоғары деңгейде сомдап, ұстаздар мен қонақтарды тәнті етті. Ананың анасын тамашалауға ардагер ұстаздар келіп бағасын берді. Сонымен қатар Қуыршақ театрында өнер көрсететін бастауыш сынып оқушылары да төбе көрсетті. Енді біз қарап отырсақ, Мағжан Мағжан Жұмабаев атындағы мектептің оқушыларының қатысуымен өткен шара өте үлкен, жаңағы дайындықпен өткен деп айтуға болады. Себебі оқушылар барлығы ынта-жігерлерменен жаңағы дайындалып, осы көріністі жаңағы жақсы деңгейде көрсете білді деп айтуға болады. Оқушылардың сөйлеу мәнерлері өте жоғары. Сонымен қатар бұл жерде жаңағы бастауыш сынып оқушыларының Қуыршақ театрда жаңағы өздерінің көріністерін көрсетіп жатыр. Білім ордада әр апта сайын түрлі іс-шара ұйымдастырылады. Сабақ барысында оқушылар көптеген ғылыми жобаларға қатысып, түрлі кештерде де белсене атсалысады. Мектебімізде 400 бала білім алуда. Ол 400 балаға 54 мұғалім дәріс береді. Оның ішінде бізде дарынды шәкірттер өте көп шығып жатыр қазіргі уақыттарда. 10 сынып пен 5 сыныпқа дейін оқушылардың бәрі қатысты. Және Қуыршақ балалар драма театрына 3-4 сыныптың оқушылары қатысты. Ол жетекшісі болып тұрған бізде Есеркеев Эльмира Орлықбековна мен Дәулетбаева Зульфия Мұхтаровна, драма театрына жетекшілік етіп отырған Тендик Матаева Лаура Қастаевна, және басқа да әртүрлі іс-шаралар болады. Осы шараларға оқушылар белсене атсалысады. Кеш соңында жоғары сынып оқушылары арттарынан ерген бүлдіршіндерге арнайы сый жасады. Өз қолдарымен тіккен кажекейді кигізіп, рахметін алды. Жас артистердің алдағы мақсаты бірнеше қойылымдар қойып, ауыл ауданды аралап, өнер көрсетіп, түрлі байқауларға қатысу. Гүлжан Әлдикен, Абзал Нүсіп, Таңжарық бағдарламасы. Бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Таңжарықпен таласа оянып, таңды қарсы алған көрерменге алғыс білдіреміз. Көңіл көкжиектеріңіз ашық болып, төбемізден әрдайым күн күлімдесін. Әр шаңырақта Жетісу арнасы қосулы болсын.